11-bölüm. Balam. Balam, qaydasın? Kan. Жоқ. Kan, qaydasınlar? Vallahi mening uluma ne bo'ldi? Ulum qayda? Шехризат, sabret. Табамыз, тек sabret, болды. Өтінем, sabret. Ulum qaydasın? Qaydasın? Sabret, Шехризат, өтінем, табамыз. Нұрхаят ханым. Тыңдап тұрмын, Онор мырза. Мені полиция басқармасына қосыңызшы. Қазір дереу хабарласайын. Бурхан мырза. Бурхан мырза алып кетті. Улымды Бурхан мырза алып кетті. Бурхан мырза дегенің кім, Шехризат, кімді айтып тұрсың? Алла, улым қайдасың? Жоқ. Қайда? Мәне, ала ғой. Жемеймін. Сондай дәмді жеп көрш. Апам келсін. Михрибан тәте, апама барамын. Биньяпа холдингіне тағы телефон соғып көрейін, Михрибан ханым. Бәрібір таба алмадық қой. Үйге барайық. Бәлкім, апаң келген шығар. Иә, барайықшы. Мынаны киіп алыңыз, ауырып қаларсыз. Рахмет. Әкеліп берермін. Ақшасын... Оған қам жемеңіз, Шехризат ханыммен есептесе жатармыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау тұрыңыз. Рахмет. Кан Эвлия оғлы. 5 жаста, арық, қараторы бола. Өте жақын досым. Холдинг қызметкерлерінің бірі Шехризат Эвлия оғлының ұлы. Апа! Кан? Апа! Жүгірме, жаным. Кан? Апа! Кан? Жақсы, мырзам, баланы тапқан сияқтымыз. Иә. Міне, есіктен кіріп жатыр. Рахмет сізге. Ұлым, жаным. Мазаларыңызды алдық, айыпқа бұйырмаңыздар. Балам, балапаным. Алла саған мыңда бір шүкір. Кан, балам, қайда болдыңдар? Апа! Ұлым, Апа! балапаным. Еш алаңдама, Бурхан мырза, таксиде келді. Біз дереу перзентханаға жетеміз. Уақытына жетпеген сияқты ғой, Надида ханым. Әлі 2 апта бар деп едіңдер. Дәрігеріне хабарластыңдар ма? Иә, әуелі соған хабарластым. Бұндай бола берет дейді. Бізді сол жерде күтеді. Ал онда жақсы. Жарайды. Мен де Али Кемалді тауып тездетіп барам. Қызым, үй саған аманат. Оны ойламаңыз, Надиде ханым, иншалла сүйінші хабармен күтеміз. Ой, Аллай, о нес. Али Кемал мүлдем келген жоқ па? Онда келсе маған тез хабарлассын деп айт. Жарай ма? Кілті мен телефоны бәрі де үйде қалды дейсің бе? Кан Михрибан әпкеден бұрын шығып кеткен екен. Терезе ашық тұрған. Ол да артынан жүгіріп шыққанда желдің екпінімен есік жабылып қалыпты. Қайда Михрибан әпке? Мына бұрыштағы кафеге барып екеуі сонда отырыпты. Анықтама арқылы холдингтің телефонын тауып хабарласқан екен. Мені орнынан таба алмапты. Рахмет. Ас болсын. Ол менің әкем. Жарайды, жаным. Мен кешке барып қайтам. Жақсы, кездескенше. Шехризат әбден қорықты. Есік жабылып қалып, кілт телефон бәрі іште қалған екен. Қалай енді бәрі дұрыс дейме? Иә. Жүре ғой, киімімізді ауыстырайық. Рахмет, Онор мырза. Сізді босқа әуреге салдым. Бос әуре дейсің бе? Мен де дәл сендей қорықтым. Рахмет.
Қорқатын ештеңе жоқ екен. Сенің әр тал шашың менің үшін қымбат екенін неге түсінбейсің? Түсіну сіз ойлағандай оңай емес, Онур мырза. Әрі тағдыр мені сондай қатал сынақтан өткізгенде, Сол сынақты ұмытуға болмай ма, Шехризат? менің де қалай ұмытқым келетінін білсеңіз. Тым болмаса мұны естігеніме қуандым. Тек өзің үшін ғана ма, әлде екеуміз үшін бе, оны білмедім. Үмітім бар ма жоқ па, оны да білмеймін. Мен де білмей. Мен сонда да үмітімді үзбеймін. Жақсы, мен кетейін. Кінәліні жазалаймын деп жүргенде, кінәсізді жаралап алма, жарай ма? Кінәсіз сонда кім болды? Махаббат. Қайтып кездеспейік дегенің не сөз, Али Кемал? Не демекшің? Өзің де көріп отырсың ғой, болар емес жаным. Болмайды десең, онда маған неге келдің, Али Кемал? Неге менің үмітімді ояттың? Неге қайта бастадың, айтшы? Осылай болған менде қалайды дейсің бе, Жансел? Неге мен түсінбейсің? Нені түсінуім керек? Кел дегенінде қажетің жоқ деп неге айтпадың? Осымен бітті болмайды демедің бе? Саған әйеліңді тастан, мен ғана боласың дедім бе? Жансел, Әрине, менің жүрегім жоқ. Сезім дегеннен жұрдаймын. Себебі мен адам емеспін. Некелі әйелің ғана сен үшін адам. Тек қана сол. Жансел, егер осылай десең ренжісеміз. Иә, тек сен ренжіме. Али Кемал. Жанселге түк болмайды, оның жүрегі жоқ. Жансел, Бар, кете бер, жолың ашық. Сен үшін түкке тұрмайтын болсам, кете бер. Үйіңе бар. олай демеш, күнім. Жыламашы. Болды. Мені ойыншыққа айналдырма, Али Кемал. Болмайды десең, оны да айт. Өмірімде Али Кемал деген біреу болды ма, жоқ па, мен де ойланайын. Жарайды, жаным, кетпеймін. Сенсіз өмір сүре алады дейсің бе? Менің барың зарын тек сен ғанасың. Жарайды, жылама, жаным. Айырылмаймыз. Тек бұдан былай менен есеп сұрамайтын боласың. Қазір дереу кетесің бе? Кетпеймін. Қандай сүйкімді? Иә. Кішкентай ханшайымды анасына береміз бе? Фөсін. Апамызды шаршатпайық. Кейін тағы келеміз. Біз жаңа туған нәрестелер бөлімшесіне кеттік. Көргісі келгендер сол жерге келсін. Әже барсақ бола ма? Әрине, қызым. Әже барайықшы. Бар, көріңдер. Тек шуламаңдар, бұл перзентхана. Жарайды. Айналып кетейін. Фөсін, қызым, қалайсың? Кімге телефон соғып жатырсың? Ешкімге, тек кім хабарласты екен деп қарап тұрмын. Бүгінгі жұмысты тастадық. Иә. Енді қашан келесің? Келем, уайымдама. Не болған? 20 хабарлама келіпті. Қане ұлым, менің номерімді қайталаш. 0. 0, 500, Иә. 32, 22.
22. Жарайсың, балам. Бәрекелді. Михрибан тәтесі канапасының ұялы телефон нөмірін жаттап алды. Ақылды ғой менің балам. 0532. 32. Сені әуре сарсаңға салып қойдым, Шехрезад. Енді мен де нөміріңді жаттап алдым. Қойшы, Михрибан әпке, бәрі де өтті, кетті. Енді есімізде болатын болды. Михрибан әпке, сенің кінәң жоқ. Онур мұрза да қатты қобалжыпты. Көздеріне қарағанында байқалып тұрды. Сен үшін бәріне де даяр. Шехрезад, сені осынша сүйген адамға қандай жауап қайтарасың? Hoş geldiniz. Фүсін евле оғлың бөлмесі қайда? Қазір. 2-ші қабат 215-ші бөлме. Сауығып кетсін. Soğuk geçsin. 215, жақсы рахмет. Кап кішкентай. Ғани, мен де осындай болдым ба? Әрине кішкентай болдың. Келінге не болған? Неге баланы құшағына алмайды? Кейде осылай болады, Бурхан мырза. Қайтсын, әлі жоқ. Ой, Аллай. Барсың ба, сен қайда жүрсің? Келдім әке. Қоқыс жинайтын фирманың жиналысы бар еді. Сол жерде телефон байланысы жоқ екен. Хабарламаны ала салып келгенім осы болды әке. Қоқыс жинаушылардың мәжілісіне барып әлемді тазартайын деп бедің, әйеліңнің айы күні жақын екен білесің. Адам деген телефонына қарап тұрмай ма? Бар, ішке кір. Фүсін. Қалайсың, жаным? Мен ести сала жүгіріп келдім. Қызымыз қайда? Сәбилер бөлмесіне кетті. Шаршап қалды. Демалсын балам. Сен барып, қызыңды көр. Hadi sen. Бар, қызыңды көрсеңші. Жаным сол. Қандай тәтті, кішкентай жеп қойғың келеді. Ғани, осылай ұйықтай береме, бізге неге қарамай? Ие, Ғани, не істеп жатыр? Керіліп жатыр. Кішкентай қаншайым әкпелеріне қол бұлғайды әне. Әке, бөпеміз міне? Қандай сүйкімді? Қайсы? Ана екінші төсекте жатқан. Тіл көзден аман болсын. Қызым менің. Жаным. Біз де осындай кішкентай болдық па, әке? Сендер де осындай тәтті болдыңдар. Сен бергеліп кетші. Қандай кішкентай? Ия. Осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Не шаруаң бар? Мен саған есеп беруге міндеттімін бе? Әрине міндеттісің. Сен өз жөніңді біл, Ғани. Барған сайын дандайсып барасың ғой. Солай ма? Әпкем болса босанып жатыр, ал жездем үштігілі жоқ. Бұған не деп жауап бересің сонда? Тым артық кетіп барасың, айтпады деме. Түбі жақсы болмай. Араздасамыз. Араздассақ не бопты? Менің ұпайым түгел. Не болды? Өшірілмеген екен ғой. Ол өшпейді, біліп қой. Сенің мұрныңа технологияның исі қайдан барсын? Тыңда, мен саған түсіндірейін. Сенің суретің ғарышқа бірақ сәтте жетеді. Миллиондаған көшірмесі бар, толып тұр. Өшірсең де бітпейді. Ғани, аяғыңды аңдап бас, түсіндің бе?
бәрібір мойындауға тиіссіңдер. Құрылыстың іргетасын жасау жобаларында біз сендерден көш ілгері алда келеміз. Қанша рет жүлдеге ие болып, үздік жоба атанды. Түсінесіз ғой. Зафер, марапат жүлдемізді салыстырамыз ба? Әуре болма, біз жеңіп кетеміз. Әрине, үздік жоба иесі атанған сәулетшілерің Шехризат Евлия оғлына ұсыныс жасаймын ба дегенімді естіп, менімен бір апта бойы сөйлеспей қойдың. Оны ұмытқан жоқпын. Невзатқа егер менің қызметкерлеріме жұмыс ұсынатын болсаңдар, ортақ жобалау жұмыстары жөнінде сөз қозғаушы болмаңдар депсің. Сендер бар ғой, әкелеріңнен де асып түстіңдер, кімдігімнен жасыру керектігін жақсы білесіңдер. Керем, сен естіген жоқсың ба? Иә, әрине білем. Шехризат ханымды басқа фирмаларға бермейміз деп шешкенбіз. Менің ойыма басқа нәрсе келді. Не жөнінде? Қандай? Міне, ортақ жұмыс бастамақшымыз. Осы жобада тағы да біздің мамандарды шақырмайтындарыңа кім кепілі? Бәтпес дау, сонда басталады. Оған енді кепілдік бере алмайым. Мысалы, Шехризат ханым Челик құрылыс компаниясының жағдайы бейнепадан тәуір екен деп ойланып жатса ренжімейсіңдер. Онда бұл жұмысты бастамағанымыз абзал. Бейнепа қашан да мамандарын жоғары бағалайды. Эрдал. Рас. Марқұм Мұхсин Мырза да өз қызметкерлеріне көзінің қарашығындай қарап бағалай білетін. Сізге жеміс әкелдім. Тамаша. Енді бадан дәндері болса, бар ма? Болу керек, қазір қарайын. Тамаша. Айша, Иә, не істеп жүрсің? Ғани бадан жемісі бар ма деп сұрап жатыр. Оны сұрап тұрғам жоқ. Неге сонша аст үстіне түсіп бәйек болып кеттің? Не болып жатыр? Ештеңе Немет әпке. Айша, жаным, мені тыңда. Çıkmaz bu yollar. Көп армандай бермеш, байқа. Yapılma öyle. Sakın. Түсіндің бе? Түсінбедім Немет әпке. Жеміс апарып бергенде не тұр? Менің не айтайын дегенімді жақсы білесің. Тең-теңімен дейді. Айша, өз жөніңді біл. Әйтпесе өзіңе қиын деді. Teşekkür Рахмет, сауығып кетсін. Айналып кетейін қызым. Менің кішкентай қызым. Қызым менің. Тағы да емізген жоқ па? Неге бұлай істейді Медбике ханым? Анасының баланы қолына алмаған несі? Уайымдамаңыз, кейде осылай болады. Бірнеше күн осындай күйзеліске түсуі мүмкін. Біз бұны сәби уайымы дейміз. Босанудан кейінгі күйзеліс пе? Дәрігер ханым ол жөнде сізге кеңірек түсіндіріп береді. Sağ ol. Рахмет қызым. Кішкене отырсаңшы. Кеш қалдым. Ертең сарай Боснияға қашамыз. Әлі жолға дайындалғам жоқ. Демек демалыс күндерін сол жақта өткізесіңдер. Қатты толқып тұрмын, Шехризат. Сабыр ет, жаным. Керем мырзамен бұрында сапарға шыққан жоқсың ба? Қанша рет бірге бардық. Бұл жолы мүлдем басқаша. Жүрегім үрпілдеп басылар емес. Жаным, бәрі ойлағаныңдай болады. Уайымдама. Қасымда болғаның қандай жақсы. Сен болмасаң мұндай батыл болмас едім. Қойшы. Ал жақсы, мен кеттім. Ал. Бұл не? Шоколад. Тәтті жеп, тату тәтті сөйлесейік. Ал. Не болды? Жай, балалық шағымыз есіме түсіп кетті. Сен ылғи тәттілеріңді менімен бөлісуші едің. Міне, әлі де бөлсем. Көрдің бе? Алайда сырларымды сенмен бөліспей жүрмін. Солай дейсің ғой. Шехризатқа ұсыныс жасағандары туралы өзің айтпағаныма ренжідің. Егер мұны оған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасамай тұрғаныңнан бұрын естіген болсам, ашуланар едім. Енді оның жөні жоқ. Зафер Шехризатты өзіне жұмысқа шақырайын деп жатқанын естігенде қатты ашуландым. Ол мен үшін жай ғана қызметкер емес қой.
Шехризаттан айырылып қалам ба деп қорықтым. Түсінем, бірақ менің де білгенім дұрыс болар еді. Әйтпесе Зафердің алдында істің мән жайын білмей отырғаным ыңғайсыз болды. Оның жөн. Дегенмен білетіндей кейіп таныттың. Рахмет. Онор. Шехризат жөнінде мен білмейтін басқа бір мәселе бар ма? Не жөнінде? Қайдан білейін? Жоқ. Басқа ештеңе жоқ. Байқаймын, Канның тәрбиешісімен танысыпсың. Иә. Шехризаттың үйінде білесің. Демек, бұрын барғансың. Бұларды айтпағаның әште ренжідім. Жарайды. Қайтесің. Сонымен, Канды тез тауыпсыңдар ғой. Шехризат қатты қорықты. Бурхан деген біреуді атап, содан көре бастады. Кім екенін сұрап едім, жауап бермеді. Қайынатасы. Дәулетті қайынатасы бар екен. Кезінде Шехризат жалынып, Канды емдету үшін ақша сұрағанда бермепті. Көрдің бе? Шехризат жөнінде сен білмейтін басқа да жағдайлар бар. Шехризатпен сөйлескенім жоқ. Бану айтты. Фосон, ештеңе ішпедің ғой жаным, болмайды. Тым болмаса сорпа ішші, а? Қандай дәмді? Тауық сорпасы. Ішсең, тез жазылып кетесің. Қане жаным. Әли Кемал. Сүндемеш. Сүндеме. Қатты сағындың ба? Білсең. Менің де жұбайым ойыма түскен сайын, ішім өртенеді. Бірақ кері қайтып келмейтін білем. Сенің де жолдасың. Білем. Келмейді. Солай сіңілі, өткен күндер тек жадымызда қалады. Бар болғаны сол. Кеткендер қайтып оралмайды. Шехризат, өлгеннің артынан өлмек жоқ. Өмір жалғасады. Онор. Сонымен маған айтпайсың ба? Шехризаттың жауабын ба? Не жоқ, не е демеді. Қайырлы таң. Қайырлы таң, жаным. Дайындығың қалай? Қатты толқып көзілмей шықтым, Шехризат. Бала сияқтысың, Бану. Сонымен ұшақ нешеде? Кешкі 7-де. Мен Керем мырзаға барып келейін. Басқа қандай жұмыстар қалды екен. Бар, жаным. Шынымен өте қиын болған екен.
Tez сауып кетіңіз. Жақсы, жақсы. Оқас жоқ. Мәжіліске кейін барамыз. Жақсы, сау тұрыңыз. Нұрхаят ханым. Иә, айта беріңіз. Бүгін кешкі ұшақ билеттерін өткізіңіз де, жаңа бағдарлама дайындаңыз. Жарайды. Не болды, Керем мырза? Семер Словакияда аяғын сындырып алыпты. Жиналысты кейінге қалдыруға мәжбүр болдық. Келгенің жақсы болды. Жиналысқа кірмей тұрып екі мәселе жөнінде ақылдассақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ойланып кетіпсің. Бір шынайық кофе ішсем. Әрине, мені құйып берейін. Міне, Мені қашанға дейін жазалайсың? бұл жаза емес қой. Мен үшін жаза. Оның жазасын өтеуге әзірмін. Жазалауға лайықпын, тек соның қашан бітетінін білсем. Біте ме? Маған басқаша көзбен қарайтын күнге жетем бе? Кофеңіз суып қалды. Жиналысқа барасың ба? Кешіріңіз, Онур мырза. Жиналыс бола ма? Болады. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Қайырлы таң, сәлеметсіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сонымен Керем, Сарай Боснияға бүгін кешке ұшасыңдар ма? Ерекше тағамдарынан дәм татып жеп келетін болдыңдар. Қайдан? Бармайтын болдық. Семер Словакияда аяғын сындырып алыпты. Солай ма? Қап, болмаған екен. Амалсыз кейінге қалдырдық. Жақсылап дайындалып едім. Болмаған екен. Әрине. Жиналыста отырғанша сплитте шаңғы тебетін едік. Шаңғы болмаса да атпен қыдырыңыздар. Бәріңізді ертеңге біздің ат спорт клубына шақырам. Ауа райы да сондай жақсы. Қаласаңыздар атқа мінесіздер, таза ауада тамақтанып, бой сергітіп қайтасыздар. Мен барам. Бәрекелді, Ялшын аға. Сәбиіңізді қалдырып кетейін бе? Қаласаңыз кейін әкелейін. Төсегіңізді дүзеп қояйын, беліңіз ауырмасын. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлемет бе, Шехризат. Қалайсың? Рахмет, жақсы. Қалыңыз жақсы ма? Жақсы, жақсы. Отбасымызға тағы бір сәби қосылды. Солай ма? Фусун ханым босанды ма? Алла ұзақ ғұмыр берсін. Қалай, қазір жақсы ма? Жақсы, шүкір. Шехризат, егер уақытың болса, перзентханаға келіп кетсең, қалай болады? Әрине, келем. Үйге қашан шығармақшы? Бұйыртса, дүйсенбі күні. Жақсы, мен жексенбі күні келем. Өссінде қуанып қалатын болды. Жақсы, онда демалыс күні кездесеміз. Жақсы. Тек Бурхан мырза сол жерде болмаса,
Әрине, қызым. Әрине, түсінемін. Жақсы, көріскенше. Сау болыңыз. Тағы тамақ алдырайын ба? Жаңғақ қосылған кәуап жейсің бе? Жемейм. Жоқ, ал. Жемейм. Жоқ, ал. Рамазан, жаңғақ қосылған кәуап әкелші. Жарайды. Тездет. Әлі Кемел аға, мынаны айттыңыз ба? Иә, осы. Рахмет. Ғани, міне, қараш. Бұл не? Өткенде ұнатып жүретін ғой. Тамаша. О, бір суреттің әуресін естетпейді. Кисеңші. Кәне. Киіп көрші, көрейік. Кәне. Керек жоқ. Мені құршы берекпен алдаймын деп ойлама. Ол сурет өте қымбат. Әлі Кемал, өте қымбат тұрады. Сонда не қалайсың? Сен менің не қалайтынды білесің. Көлік бе? Жетісіпсің. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Қайырлы кеш болсын. Қайырлы кеш бәріңізге. Сау болыңыз аға. Жақсы, сау болыңдар. Ертең қалай барамыз? Мен өзім барам. Жолда мен ала кетесің бе? Мен ала кетейін. Сәлем, Бану. Сенің мұнда не шаруаң бар? Менің жұмыс орныма неге келесің? Адам деген әуелі бір сәлемдеспей ме? Көзіме көрінбе. Осылай қарсы аласың ба? Сау бол. Сау тұрыңыз Ялшын аға. Жүзіңді көргім келмейді. Бану, қойшы. Бану. Бану. Бану, ашшы. Дүйсенбі күні құрылыс инженерлерінің жиналысынан соң белгілі болады. Бір шешімге келерміз. Бұрған деген кісі сенің бұрынғы қайнатаң. Сол ма? Канды сол алып кетті деп қорқтың ба? Ол жөнінде сөйлескім келмейді. Онур мырза. Жарайды, өзің біл. Тек есіңде болсын. Бұдан бұлай не сенің, не Канның бір тал шашына зарар келсе, мен бейжай қала алмаймын. Сау болыңыз. Сау бол. Тағы да сенсің бе? Неге түсінбейсің? Жүзіңді көргім келмейді. Әпке, өтінем. Басқа баратын жерім жоқ. Мелек, көзіме көрінбе. Әпке. Әпке, өтінем, ашшы. Кешір мені. Әпке, ашшы. Кешірші мені. Алло, Селин, танымадың ба? Мен Мелекпін ғой. Жоқ, Стамбулдамын.
Şey Үйде болсаң, барсам деп ем. diyecektim. Солай ма? Жарайды, оқаш жоқ. Әпкем үйде жоқ екен. Жарайды. Қонақ үйге барам. Жарайды, кездескенше. Tamam. Хабарласам. Görüşürüz. Сау бол. Жақсы. Hadi hoşça kal. Енді не істеймін? Ертең күн бұзылып кетпесе жарар еді. Бұзыла қоймас. Demiyor pek. Күн жақсы болып тұрса, демалыс та жақсы. Клубта керемет аттар бар. Сен ұнатасың ба? Sever misin atları? Сені әкетуге қаншада келейін? Әкетуге ме? Әлде келмейсің бе? Келем, бірақ арнайы әкетудің қажеті жоқ. Жақсы, өзің біл. Әкелерің мені танитын адамдардың ішіндегі адамгершілігі жоғары нағыз азамат болатын. Baştan söyle. Өмірімде естен шығармайтын жақсылығым болса, ол да Мұхсинаға мен Эриф ағаның қолдарына қару алып мені қорғап қалғандар еді. Сонда қалай болды? Сендер бала едіңдер. Менің де әскерге бармаған жас кезім. Ол кісілер күшік бакал көйдегі фабрика құрылысының кей жұмыстарын маған сеніп тапсырды. Содан Әлемдағда әкемнен қалған жер бар болатын. Бірақ құжаттары рәсімделмеген. Ауылды жер. Сол кезде жер тартып алатын сыбайлас зорлықшылардың заманы еді. Экрем Зейтінші деген солардың басшысы болды. Бір жыл бұрын шетелге қашып кетті, білесің. білем. Заң анау мынауды белден басып біздің жерді де тартып алды. Рас па? Иә, мен ол кезде кіммін? Қолдау көрсететін артымда тіреп тұрған сүйенішім жоқ. Жұмыс бабымен әкеңдердің кеңсесіне келдім. Мұхсинаға бірден бет әлпетімнен байқап жағдайымды сұрады. var diye sordu. Мен де айтып бердім. Мұхсинаға бұлай болмайды деп дереу телефонға қол созды. Екеуі бір-біріне қарады. Олар өздерімен түсінісетін. Telefona Иә. gözleşirdi onlar. Содан Экремді дереу тауып бір шаруамыз бар деп кеңселеріне шақырды. келді ме? Қалай келмесін? Келді. Артында бір топ нөкері бар. Мені көрген соң әрине жағдайды бірден түсінді. Сендер араласпаңдар дей бастады. Сол кезде тарс-тарс еткен дауысты естідім. Қарасам Эриф аға тапаншасын үстелге қойып, егер осы қарудан оқ атылсын десең, көшетін сен боласың, Экрем деді. Әкем солай деді ме? Мұхсин аға да беліндегі қаруды алуға даяр тұрды. Ойлаш, бұл кісілер сол кездегі мемлекеттің инженер мамандары. Шынымен де. Содан не істеді? Elif ne yaptı? Не істеуші еді? Маған ала көздерімен бір қарап, өз жөндеріне кетті. Екеуі де мықты екен. Иә. Сол кісілер болмаса, мен көп болса, бір дүкенді басқарар ем. Солай де. Осы оқиғадан соң 2 айдан кейін Sonra Muhsin Мұхсин аға әлгі әйелдің үйінде қайтыс болды. Иә. Айтпа. Онырға да қиын дейді. Сол үшін қатты қайғырдым. Екеуінің де жатқан жерлері жұмақ болсын. nur içinde yatsınlar. Сау бол. Рахмет. Алло, Шехризат, Қайырлы таң, Онур мырза. қайырлы таң. Мен бүгін бара алмайтын болдым. Соны сізге айтайын деп, ертемен хабарласып жатырмын. Неге? Бір жағдай болды ма? Михрибан әпке ауырып қалды, жалғыз қалдыра алмайым. Жоқ, мен жақсымын. Шехризат, егер бармасаң ренжейм. Тұмауратып тұрған сияқтысың ғой. Түктетпейді, біраздан соң басылар. Сен бара бер. Михрибан әпке ауырып тұрсың ғой. Мехрибан ханым жақсымын деп жатыр, Шехризат. Мен де естіп тұрмын. Өзіне қарай алатын шығар. Иә, бірақ қанға қарай алмайды. Қанды да алып кел, тіпті жақсы болады. Қанды да алып кел. Жарыстарға қатысып тұрасың ба, Онур? Жоқ, оған қайда Ялшынаға. Бір кездері ат жарыстарына қатты қызығып ем. Әр апта сайын Вели Эфендіге баратынбыз. Қызық еді. Шехризат келе жатыр. Ұлын да келіпті. Kaan,
Кан, жаным. Жүгір. Бану. Hoş geldin. Қош көрдік. Қош келдің, жаным. Келгеніңе көп рахмет. Шақырғаныңызға мен рахмет айтам. Ялшын аға қараш. Кел төрлет. Біздің Кан деген ханзадамыз осы жігіт. Қош келдіңіздер. Демек Kaan Батыр сен екенсің ғой. Hoş geldin балам. Hoş geldin. Сәлематсыз бе? Сәлемет бе Kaan. Hoş geldin. Балам, Онур ағаңа амандаспайсың ба? Сәлематсыз. Бану, аттар қайда? Жаным, сен аттарды көргің келе ме? Алдымен тамақ ішек жарай ма? Содан кейін мен сені апарам. Жүр. Ректор мырза Гирнеге саяхатқа апарам деп уәде етті. Көреміз уәдесін орындай ма екен. Орындамағанда, университетке кітапхана ашып беріп жатсақ, сені төбелеріне көтеріп жүреді, оған қам жеме. Барған соң жақсылап демал, Кипрді арала. Сәлем бердік. Сәлемет пе, Керемшан? Керем, сен бүгін ат клубына барған жоқсың ба? Сені шығарып салайын деп келдім, апа. Онурдың шақырғанына неге бармадың, балам? Мені шақыратындай бөгді адам емеспін ғой, апа. Онырдың шақыруын күтем бе? Қалай іспер ана? Жақсымын жаным, апаңды шығарып салған соң сен де бар. Көреміз. Ал шығамыз ба, апа? Дайынсың ба? Әуе жайға сені өзім апарып салам. Қандай мейірімді балаң бар, Севаль. Қадырым біл. Онурдың мейірімділігі Керемнен кем бекен, сен де айтасың ау. Көрдің бе? Бұл да тәттіні жақсы көреді. Hadi sev. Қане сен? Sev biraz. Кан, қараш, міне қандай ақылды. Жуасат екен, сипа. Аты не? Аты жоқ шығар. Бар. Arada. Сіз атқа міне аласыз ба? Мінем. Менің апам да міне алады. Солай ма? Иә. Иә. Шынымен мінесің бе? Жай, Рас па? Осындасыңдар ма? Бану, Кан, мен ана жақтан тай көрдім. тай деген не? Аттың құлыны. Көрейікші. Барайық папасы. білмедім. Онур мырзадан сұрап алайық бола ма? Әрине, барып көріңдер. Жақсы, онда біз тайды көруге барамыз. Папамыз атқа отырсын. Қане? Кан қалаң болма, мен қарайым. Балама байлап жүр, Бануды тыңда, жарай ма? Қане? Beni üzme sakın. Жарай. Жүріңіз, мырзам. Мінесің бе? Gerçekten. Шынымен атқа отырасың ба? Ал, отырасың ба? Кан? Кел міне. Келе ғой. Кішкентай екен. Сүйкімді солай ма? Ұстасам бола ма? Атқа мінуді қайдан үйрендің? Сіз атыңыздың есімін айтсаңыз, мен де қайдан үйренгенімді айтам. Атын естігенде таңғалып жүрме. Неге? Шехризаттың мың бір түн хикаясын тыңдайтын шахтың аты. Шах Шехрияр. Шах Шехрияр ма? Неге? Себебі мен де аздап Шах Шехриярға ұқсаймын. Жаным менің. Уақыт біраз бопты. Керем мырза енді келе қоймас. Маңызды бір жұмысы шығып қалған болар, әйтпесе, ол келер еді. Мен хабарласайын.
Жауап бермейді. Не жоқ, не иә демеді. Не жоқ, не иә демеді. Апам неге келмейді? Атпен кетті ғой жаным. Қазір келіп қалар. Тамаша, тіл көзім таста. Шехризат ханымның білмейтін нәрсесі жоқ. Атқа отыруды қайдан біледі? Кішкентай кезінен Анкарада орман фермасында әкесі екеуі мінеді екен. Бәсе, Онур мырза да өзіне жақсы дос тапты. Ол не сөзің, Айшен? Атпен серуендеуде деймін жаным. сен алмаймын. Шехризат, Azat. бір жауап бермейсің бе? Misin artık? Жоқ дейтін болсаң, өмір бойы күтемін. Beklemeyi tercih ederim. Иә десең, Çeksen әр минутым бір жылдай болар. Кан, келе ғой балам. Сені ұйықтатайын. Жоқ. Мехрибан апам жатқызады. Кан, балам, неге бұлай істейсің? Біз жатайық апасы. Ал қайырлы түн. Қайырлы түн. Кел сүйейін, балам. Сүйме. Қош келдіңіз. Қандай көмегіміз қажет? Сәлеметсіз бе? Бұсын Евле оғлына келіп ем. Қазір қарап жіберейін. Екінші қабат 215 бөлме. Рахмет. Қараш, Әке, бізді апама апарасың ба? Әке, барайықшы, кішкентайды көреміз. қызым, мен ауруханаға бармаймын. Жұмысқа бара жатырмын. Жайшылық па, жұмысқа бармақшысың ба? Фабрикаға барам, әке. Демалыс күні фабрикада не істейсің? Жаңа келген тауарды тексерген жоқпыз ғой, әке. Ауруханамен екі арада жүреміз деп. Жақсы, мен кеттім. Жақсы, жолың болсын. Рахмет, кеттім. Жақсы. Бауы берік болсын. Қалайсыз, жақсысыз ба? Әйтеуір, Жүздесу бүгінге бұйырған екен. рахмет келгеніңізге. Рахмет. Құдағиым, Кеймет ханым, Шехризат ханым, Екінші келінімін. марқұм Махметімнің жұбайы. Қуаныштымын. Атыңызды естіп тұрушы едік. Кейін ұмытылып кетті. О, қай сөзіңіз, Кеймет ханым. Арада жайсыз жағдайлар болды. Сенің бір ұлың бар, солай ма? Иә. Қанға өте жақсы сыйлық жіберіпсіз. Писон ханым, көп рахмет, қатты ұнады. Үстінен тастамайды. Игілігіне кейсін. Кішкентай қалай? Алла жар болсын, жақсы, 3,5 кило. Топ-томпақ болды ғой. Міне келді. Жаным, қандай сүйкімді. Есімін қойдыңыздар ма? Борчейн. Неге әуре болдың, Шехризат? Алла ұзақ ғұмыр берсін. Аумин. Емізіп көресіз бе, Фюсон ханым? Сүт шықпай жатыр. Жоқ, жоқ десем неге тықпалайсыңдар? Қалай түсінбейсіңдер? Еміз алмаймын. Қатты шаршаған Медбике ханым жарайды. Емізіп көрсе болар еді, Кеймет ханым. Болмайды ғой. Еміз алмаймын. Еміз алмаймын.
Маған бер, суретке түсірейін. Маған бер, мен түсірем. Мәзірден соң қай жерге кіреміз, Ханияға? Міне, мына жерден қара, мынаны басасың, болды. Иә. Мынаны басың бейнетаспаға түсіреді. Нағашы, мені түсірсеңші. Әкел түсірейін. Кәне, аталарыңның қасына отырыңдар, бірге түсірейін. Түсірем. Кәне. Ол суреттеріңді басып шығара аласың ба, Ғани? О, жарнама қып шығарсаңыз да болады. Бәрін жасауға болады. Ішінде 100 сурет бар. Fotoğraf var bunun içinde. Солай ма? Иә, Tabii. қаласаңыз біреуін көрсетейін. Бұл Борчин бе? Кішкентай немере. Иә, О, қандай жақсы түсірген қарасаңызшы. иә. Ас болсын. Рахмет, Фердеус. Кеше анаңыз сіз туралы сұрады. Нені сұрады? Жақсы көріп жүрген біреуі бар ма дейді. Сен не дедің? Білмеймін дедім. Шынымен білмеймін ғой, Онур мырза. Білсең айтар ма едің? Жоқ. Айтам ба, о не дегеніңіз? Бар демедің бе? Шынымен бар ма? Шынымен бар ма, Онур мырза? Мен жақсы көретін адам бар ғой. Бірақ ол мені жақсы көре ме, оны білмедім. Рахмет. Rica ederim. Оқаш жоқ. Кан, балам. Былай тұршы. Кан, ұлым, неге олай жасайсың? Мехрибан тәте, мен бүгін сенімен жатайыншы. Апаң ренжіп қалады ғой, ұлым. Сенімен жатамын. Жарайды, онда жүр. Күтіп жүрмін, Фердеус. Бір күні маған иә дегенін күтудемін. Сіздіңше дей ме? Білмеймін. Демек, сізді қинап жүр. Қинап жүр дегенің жай сөз. 6 күн болды. Титтей бір ықылас мезіреті жоқ. Шехризат, Онур мырза. 11-ші бөлімнің соңы.